5,5 дихлор, 2,2 диметилгептин 3-тің қысқаша құрылымдық формуласын анықтайық. Бұл қосылыстың негізгі тізбегінде 7 көміртек атомы болады. 2 хлор атомы 5-ші көміртек атоммен және 2 метил радикал 2-ші көміртек атоммен байланысқан. 3 еселі байланыс 3-ші және 4-ші көміртек атомдарының арасында болады. Біз формуладағы сутек атомдарының санын әрбір көміртек атомы 4 валентті болатындай етіп толтырамыз. Бірдей көлемдегі этил спирті мен судың қоспасын кальций карбидінің кішкене мөлшері салынған колбаға тамшылатып қосамыз. Су кальций карбидімен өте қарқынды түрде әрекеттесетіндіктен, тек судың өзін емес, оның этанолмен қоспасын қолданамыз. Реакция нәтижесінде бөлінген газды судың астында сынауықтарға жинаймыз. Реакция аяқталған соң, колбаға фенолфталейннің 2-3 тамшысын қосамыз. Нәтижесінде пайда болатын таңқурай түсті түс, реакция өнімдерінің біреуінің негізді қасиеттерге ие екендігін білдіреді. Сынауықта жиналған түссіз газ ацетилен болып табылады. Ацетиленнің күкірт қышқылымен сынап 2 сульфатының қатысында сумен әрекеттесу нәтижесінде молекула аралық қайта топтасуға ұшырайтын винил спирті түзіледі. Нәтижесінде ацетальдегид немесе этанол деп аталатын жаңа изомерлік қосылыс салынады. 3 еселі байланыспен байланысатын көміртек атомдары sp гибридтенген болады. Сигма байланыс sp орбитальдары ұшпа-ұш бүркесу нәтижесінде түзіледі. Пи байланыстардың біреуі 2,2py орбитальдарының көлденең бүркесу нәтижесінде, ал екіншісі 2,2pz орбитальдарының бүркесу нәтижесінде түзіледі. 2 пи байланыстарда бір-біріне тік бұрыш жасай орналасады. Қарапайым алкин, этин көбінесе ацетилен деген атпен белгілі. Этин молекуласы сызықты құрылымға ие. Ондағы көміртек-сутек және көміртек-көміртек байланыс бұрыштары 180 градусқа тең. Сутек-көміртек байланыстары сутек атомдарының 1s орбитальдарымен көміртек атомдарының sp орбитальдарының бүркесуі нәтижесінде түзіледі.